палау мен чимси салаты істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтпау үшін тіркеліп алыңыздар. Сәбізімізді, пиязымызды, чесногымызды аламыз. Сәбізімізді үлкен көзіндегі турап аламыз. Тұзды салып, дәміне қарап көп қоспаймыз, бір мыжып аламыз. Пиязымызды тураймыз. Екі пиязымызды әдемілеп майдалап, майымызды қыздыртып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Оған дейін чесногымызды майдалап тураймыз. Салатымыздың үстіне қоямыз, араластырмаймыз. Қызыл бұрышымызды салып, қызып тұрған немізді, пиязымызды сәбіз салатының үстіне қойып жібереміз. Сонда дәмі керемет болады. Етімізді қалауыңызға қарап турасаңыздар болады. Мен осылай тураймын. Пиязымызды да майдалап тураймыз. Мәңгілік сәбіз салаттан қалып кеткен сәбізімізді арқасына осы палауға қосып жіберсеңіздер керемет болады. Күрішімізді сап аламыз. 2 кесе саламын, 1 кило болады. Суға бұқтырып қоямыз. Қызып тұрған қазанымыздағы майға пиязымызды қуырып аламыз. Ауыстырып қазанымызды жауып, екі жағында қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды турап қуырып аламыз. Араластырып тұрамыз. Томат салып жібереміз. Мен тамақтың томатын қосып жібердім. Қалауларыңызға қарап сәбізді тура саламыз. Тұз қуырамыз. Су құямыз 2 кесе. Күрішімізді, бәрі тұндырып қойған күрішімізді 2 рет жуып аламыз. Суын сығып алып, қайнап тұрған суымызға бұрғылап тұрған немізді, тұзын дәмін көріп аламыз. Тұздар өзімізге қалауың болса, күрішімізді сала берсек болады. Күрішімізді батырамыз. Осылай батырып қоямыз. Күрішіміз бату керек. Тостақпен алып, бетін жауып қоямыз. 20 минутта пісіп қалады. Тамағымыз пісті. Ас болсын. Парақшам пайдалы, жоғалтпау үшін тіркеліп алыңыздар. Рахмет.